Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сізбен бірге өте дәмді үлпілдек творог қосып жасалатын оңай пирог жасайтын боламыз. Ерекше болып шығады. Менімен бірге жасап көріп, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне құмшекер, пісе-май және сүт қосып, миксермен 4-5 минуттай миксерлейміз. Барлық құрамның мөлшерін әдісіне қалдырып кетемін. Бөлек ыдыста ұн, расырғыт яғни қопсытқыш және какаоны қосып, араластырып, осы массамызға екіге бөліп қосып миксерлейміз. Біздің шоколадты массамыз дайын болды, осындай қоюлықта болады. Енді табамызға кішкене май жағып, қамырды құйып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Табаға немесе пергамент қағазын төсеп құйсаңыздар да болады. Енді сүзбелі массамызды дайындаймыз. Сүзбені жақсылап блендермен езіп аламыз. Одан соң үстіне 1 жұмыртқа, құмшекер және крахмал қосып, блендермен тағы да еземіз. Немесе миксермен араластырсаңыздар да болады. Бізде крахмал жүгері крахмалы болу керек, картоп крахмалы немесе тағы да басқа түрлері болмайды. Сүзбеден жасаған массамыз да дайын болды. Енді мешокқа салып, ұшын орташа етіп кесіп, жаңағы пирогтың үстіне видеодағыдай 4 бұрышты етіп құйып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пеште жарты сағаттай пісіреміз. Пирог одан кеш немесе ерте де пісуі мүмкін. Пирог пісіп шықты, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.